Кайрылуу күн окуучулар, бүгүн сиздермен English Plus-тын workbook-ундагы 79-78 бетти талкуулайтын болобуз. Эгерде мен даусум эсилип турса, комментарийге 1045 немесе тиркелип кет, комментарийге 1045 деп жазып кет. Менин даусум эсилсе тиркелүүнү унутпа, себеби жаңы видеолорду көрүү керек. Окуу жылы аякталып калды. Сенин 5 чыгууна мен септигим тийди деп ойлойм. Аркай биринчи тапсырмада сендерге айтылады complete the words in the sentence, яғни сөйлемдегі сөздерді толықтыр дейді. Бастадық. My dad is pilot. He flies people to other countries дейді. Менің әкем ұшқыш, ол ұшырады адамдарды басқа мемлекеттерге. What is the name of the actor in that film about Christopher Columbus? Актердің аты кім, который ойнаған Кристофер Колумбуста? Henry VIII was a famous king of England. Яғни Генри VIII болды өте танымал патша Англияның. My friend is a musician. She plays the piano and the guitar. Менің достарым музыканттар, ол ойнады пианинода және гитарада. My uncle is a taxi driver, so he hates driving at the weekend. Менің көкем такси жүргізушісі және де ол жек көреді демалыс күндері айдағанды. I want to make new and exciting things when I'm older. I want to be engineer. Мен жасағым келеді жаңа керемет заттарды мен өскен кезде, когда мен инженер болғанда. I work with cars. I'm a mechanic. Мен машинелермен жұмыс жасаймын, мен механикпін. I love the ocean, so I want to be a sailor when I get older. Мен мұхитты жақсы көрем, сондықтан мен теңізші болғым келеді өскен кезде. Екінші тапсырмаға келдік. Балалар 1045 деп жазуды ұмытпаңдар, каналға тіркеліңдер. Екінші тапсырмада the early days of this team, яғни complete the dialogues with the words. Мына жерде берілген сөздермен мына толықтыруымыз қажет. Бастадық. What is your favorite means of transport? I love traveling by train. Сенің сүйікті транспортың қандай? Мен жақсы көрем саяхаттағанды поездбен. Really? Why do you like it? Шынымен бе, сен неге оны жақсы көресің? I think it's really comfortable way to travel. Мен ойлаймын, ол шынымен де ыңғайлы жол саяхаттағанға. Yes, it is. Have you ever been on a steam train? Yes, I have been, but the coal makes the air dirty. Я, мен болдым, бірақ көмір ауаны лас етті дейді. Yes, and the engines are very noisy. It is still a nice way to travel south. Yes, I love going south long tunnels on the train. Я, мен жақсы көремін жүргенді ұзынан ұзақ туннельдермен, поездбен дейді. Арай. Достар, үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырма was where, яғни дұрыс реттілікпен was where'ді қоюымыз қажет. Бастадық. Was that new DVD interesting? Ана DVD қызықты болды ма? Жаңа DVD қызықты болды ма? My favorite F1 driver last year was Lewis Hamilton. Менің сүйікті F1 жүргізушім өткен жылы болды Лewis Hamilton. Were you at the party on Saturday? Сен қайда боласың сауық кешінде сенбі күні? Don't worry, the exam wasn't difficult. Қобалжыма, емтихан қиын емес. Who were your favorite teachers at primary school? Кім болды сенің сүйікті мұғалімің бастауыш кезде? My parents don't like planes. They weren't interested in transport museum. Менің әке-шешем ұшақтарды жақтырмайды. Олар жақсы көрмейді, олар қызықпады транспорт музейлеріне. My best friend last year were Susie and Katie. Менің жақсы достарым болды өткен жылы Сьюзи мен Кэти. David is in hospital. He wasn't at football match today. Давид ол ауруханада, ол болмайды бүгінгі матчта. Арғай, төртінші тапсырмаға келдік. Балалар сабақ түсінікті болып жатса, комментарийге рахмет немесе 6-1045 деп жазып кетіңдер. Себебі жаңа видеоларды көрулерің керек, оқу жылы аяқталып қалды, мені қолдандар. Арғай, төртінші тапсырмаға келдік. Төртінші тапсырмада саған айтады Strange Town in the USA. Мына жерде берілген сөздердің біреуін таңдау керек. Бастадық. Columbus crossed the Atlantic Ocean in the 19th century. Columbus кесіп өтті Атлант мұхитын 15 ғасырда.
People discovered gold in South Africa hundreds of years ago. Адамдар ашты тауып алды алтынды оңтүстік Африкадан жүздеген жылдар бұрын. The Romans invaded different countries in Europe. Романдықтар тұрды иелік етті көптеген мемлекеттерді Еуропада. Laszlo Biro invented the ballpoint pen. Яғни Лазло Биро ойлап шығарды ballpoint ручканы. Norma Jean Baker changed her name Marilyn Monroe. Norman Jean Baker өзінің есімін өзгертті Marilyn Monroe деп. My grandparents traveled to India last year. Менің ата-әжем саяхаттады Индияға өткен жылы. Арғай 5-ші тапсырмаға келдік. Балалар сабаққа ұнап жатса каналға тіркелуді ұмытпаңдар, түсінікті ма? Еңбекті бағалаңдар. Оқу жылы аяқталды. Сендерге сәттілік тілеймін. Келесі жылы мүлдем жақсы оқып кетіңдер. Келесі жылда жаңа видеолар өте көп болайын деп тұр. Past simple irregular verbs дұрыс реттілікпен және де өткен шақта және болымды және болымсыз түрін жазуымыз қажет осы сөйлемдердің. In 1600 people didn't travel by train. 1600 жылы адамдар саяхаттамады поездбен. Cleopatra lived in Egypt 2000 years ago. Клеопатра өмір сүрді Египетте 2000 жыл бұрын. Marconi didn't invent the internet. Маркони ойлап таппады интернетті. The astronaut Yuri Gagarin visited space in 1961. Астронавт Юрий Гагарин ғарышқа барды 1961 жылы. Ferdinand Magellan didn't discover Australia. Фердинанд Магеллан ашпады Австралияны. Travelers stopped using horses 100 years ago. Яғни саяхатшылар қолданбай тоқтапты аттарды қолдануды жүздеген жылдар бұрын. Арғай 6-шы тапсырмаға келдік. 6-шы тапсырмада speaking келіп тұр екен. Яғни сұрақтарды мына сөйлемдермен сәйкестендіруіміз керек. How was your weekend? Сенің демалысың қалай болды? Really brilliant. I was in Edinburgh. Я? Керемет болды мен демалысым. Мен Эдинбургта болдым. Were you on your own? No, I was with my family. Сен өзің жалғыз болдың ба? Жоқ, мен өзімнің отбасыммен бірге болдым. What was Edinburgh like? It was cool. The shops and parks were nice. Эдинбург қандай екен? Ой, керемет жер болды. Дүкендер және парктер бұл жақта өте жақсы. What was the hotel like? Отель қандай болды? It was small and modern with great food. Бұл кішкентай, современный, жақсы тамағымен бар отель болды. What about tourist sites? They were fantastic. We visit lots of art galleries. Туристік жерлерге қатысты не айта аласың? Олар өте керемет. Біз бардық көптеген сурет галереяларына. Was your weekend good? Сен демалысың жақсы болды ма? Yes, it was. Thank you. Я, бәрі жақсы болды, рахмет. Арғай 7-ші тапсырмаға келдік. Балалар каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Article about town неге қала туралы article дейді. Мына жерде берілген сөздерді мына жерге қоюымыз керек. Міне мен саған дайындап барлығын жазып беріп қойдым. Қарашы. Көшіріп аласың бірден. Birmingham is a city in the center of England. It is on the River Lee. People first lived in Birmingham more than 1,000 years ago. In those days, it was called Birmingham, and it's very big. In the 17th century, only 15,000 people lived there. Today, population is over 1 million. The people of Birmingham are called Brahmians. Famous people from Birmingham include the writer Tolkien and the singer Ozzy Osbourne. Балалар сабақ ұнаса каналға тіркеліңдер, комментарийге 1045 деп жазыңдар, түсінікті ма? Мен сендерді күтемін, сендерді жақсы көремін. Келесі жылға сәттілік. Вы лучшие. 6-7.